Қайырлы күн достар, сіздермен бірге қара көз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бүгін өте тез әрі жұмсақ болып дайындалатын булочка түрлерін жасайтын боламыз. Ең алдымен біз құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды үстінен салып, сәл ғана араластырамыз. Одан кейін бір кіші қасық тұзымызды саламыз. Одан кейін 2 кіші қасық шекерімізді салып, үстінен дрожжымызды салып араластырамыз. Енді оның үстінен алдын ала електен өткізіліп қойған ұнымызды жайлап саламыз. Бәрін бірдестен салып жібермеңіздер. Венчиктің көмегімен жайлап араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен қамыр қып илейміз. Мұны иленген қамырдың үстінен азғантай сұйық майымызды құйып жібереміз. Ыдысымызға, қолымызға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетін жауып 1 сағаттай жылы жерге қойып қоямыз. Мына біздің қамырымыз үлпілдек қамыр болып көтерілді. Енді кішкентай сұйық майымызды құйып жіберіп, қолымызға кішкентай бөліктерге бөлеміз. Мен біреуін үлкен бөлікке бөлдім, оны бөлек рогалик есебінде жасайын деп шештім. Барлығын әдемілеп көз мөлшерімен, таразының керек жоқ, көз мөлшерімен бөліп аламыз. Мұны дайын болған қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз әдем болып көтерілді. Енді бәрін бір шетке жайғастырып, булочкаларымызды жасауға кірісеміз. Мұны бір кішкентай қамырымызды жайып, ішіне творогымызды салып, шетін бәрін әдемілеп жауып, пышақпен кесіп, дөңгелек қылып алдық. Тағы бір рет көрсетейін. Осылай жайып аламыз. Творогымызды салып, шетін творог шығып кетпейтіндей қылып, әдемілеп басамыз. Енді пышақпен кесіп, ораймыз. Видеодағыдай көрсетілгенде жасаңыздар. Енді бағана қамырды домалақ қып жайып, 4-ке бөліп, 3 бұрышты еттім де, ортасына варенка жағып, рогалик қылып істеп қойдым. Мына дайын болған булочкаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып қойдым. Жұмыртқа жақсаңыздар, қып-қызыл болып әдемі болып піседі. Оның бетіне кунжутпен макты араластырып септім. Бұл міндетті емес, сеппеулеріңіз өз қолдарыңызда. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аласыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.